Selam dostlar, biz bugün осындай шоколадты торт істейміз. Дәмі өте керемет, осындай шоколадты торт болып шықты. Сахар, аздаған тұз және ванилий сахарымызды қосып араластырамыз. Және ұнымызға какао қопсытқышымызды қосып даярлап аламыз. Кексіміз жұмсақ болу үшін жұмыртқамызды қантпен осылай көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Дайын болған құрақ қоспамызды жаңағы сұйықтығымызға қосып осылай жақсылап араластырамыз. Және оған күнбағыс майы, сүтімізді құйып араластырамыз. Осындай сұйықтықта болып шықты. Енді мен бұны духовка 180 градусқа 25-30 минутқа қоямын. Шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Оған мен даяр осындай молочный шоколадты алып, аздаған отқа ерітіп аламын және 35% клейгейді қосып, ерітіп араластырамын. Мен осындай аздаған орехты шоколадыма қосып араластырдым. Мен кремге сметана қолдандым. Сметанаға сахар пудрамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне менің кексім дайын болды. Мен бұны 4 бөлікке бөліп дайындап аламын. Кремімді осылай жағып, қабаттап шығамын. Дайын болған глазурымды осылай жақсылап сырт жағына жағамын.